toy duman. Toy duman. Toy duman. Toy duman. Toylay keldim ay, altın saqa қолға алып ойнай келдім құрбым ay. Танысым көп бұл тойда, бауырым көп ay. Айтысам деп өзіңнен ойлай келдім құрбым ay. Су ағады арықтан, қыз қарайды жабықтан, сүйер едім бетіңнен, ұяламын халықтан. Ойға барсам ой тегіс, қырға барсам қой семіз. Өтіп кетпай біздерден қайран жастық 18. Жүруші едің қолыңа домбыралы бай, домбыраның тиегін жондыралы құрбым ай. Шыныменен көңілің болса менде ай, екі ауылды бір жерге қондыралы құрбым ай. Су ағады арықтан, қыз қарайды жабықтан, сүйер едім бетіңнен, ұяламын халықтан. Ойға барсам ой тегіс, қырға барсам қой семіз. Өтіп кетпей біздерден қайран жастық 18. Toy duman. Toy duman. Toy duman. Той жасап жатқан жайы бар. Той құтты болсын баршамызға. Той баршамызға жұғысты болсын. Енді қазақ жалпы өзі әр қызықты бөлісуге тырысады. Сондықтан кезінде айтыпты ғой, бақытты бөлісе алмағанның басына бақ қонбайды, қуанышты бөліспегеннің басына құт қонбайды дейді. Мінекей бүгінде осы әжемізбен атамызды және де дулат ұлдарыңызбен Альбина келіндеріңіздің бір қызық қуанышын бөлісіп жатсыздар апа. Бастарыңызға бақ қонсын, құттарыңызға құт қонсын, келген қадамдарыңызға гүл өтсін, той құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қояйық. Той құтты да құрметті ағайын, бүгінде мінекей алдарыңызда бұйырған астан ішіп жеп отырыңыздар. Мына тойдың басын енді бір сразу мені тілектен бастаған дұрыс емес шығар, бір сіздерге бір ән жолдап берейік. Жақсы ма, сіздер ыңғайланып алыңыздар, бұл жерде сусындарыңызды ақырын құйып отырыңыздар. Ал астарыңыз дәмді болсын, сіздер үшін бір тамаша ән шырқайық. Қабыл алыңыздар, той құтты болсын. Жабықсам шағынам, анашым сен ойласам сағынамын. Анашым шалқып көрсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр
ешқашан қартаймайды, жүрегім жыртылғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ал енді құрметті ағайын туыстар, бүгінгі тойымыздың себепкерлері, бас кейіпкерлері осы атамыз бен әжемізді және де Фарида қызымызды, осы Фариданың әкесі мен анасын бір ортаға алып бір құттықтайық. Бір шапалақ ұрып отырыңыздар. Той құтты болсын. Олай болса, Әмірбек атамыз бенен Әділет әжемізді және де Дулат ұлдарыңыз бенен Альбина келіндеріңізді бір жақсылап қошеметпен Фарида қыздарымызбен бірге шақырайық. Қане немерелеріңізбен келіңіздер, ортаға келіңіздер. Ай, бәрекелді, бір қол соғып отырыңыздар. Қошемет, бір жақсылап, қаттырақ. Балаң өскенше, немерең өлгенше дейді. Өзбектер айтады екен. Балаң өседі, кетеді, немерең түбіңе жетеді дейді. Бәрекелді, сол сияқты енді ондайдан Құдай сақтасын, осы немерені қызықтай беріңіздер. Баяғыда бір апамыз автобусқа 16 баласымен кірген ғой. Сонда жаңа кондуктор ренжиді дейді. Апа, мына 16 баланы қайда апарып жатсыз? Хотя бы жартысын егеге тұсап кетпейсіз десе, апамыз айтады, и так сөйткен жоқпын ба деп. Сол сияқты үбірлі-шүбірлі болыңыздар, шөбере көріңіздер. Алла қаласа, мына енді ағаш жапырағымен көріпті, қазақ ұрпағымен көріпті. Ұрпақты болыңыздар, мәуелі бәйтеректей жайқалыңыздар. Шаңырақтарыңыз кеңейе берсін. Ал бәрекелді, рұқсат болса келіңіздер. Той құтты болсын. Дастархан төріне жайғастырайық, сіздер де келіңіздер. Жайғасып болыңыздар. Кешіміздің, яғни осы Фариданың тілашар тойының ең алғаш беташар тілегі деп осы үлкендеріміз, жалпы Қазекең өзі жақсылықты бөлісіп, осы ағайын туыстың басын қосқанды жақсы көріп тұрады ғой. Сондықтан осы үлкендеріміз, яғни осы үлкен әжеміз және де нағаш әжесі бар екен, сол кісілерге бір сөз кезегін берейік. Осы тойдың басын сіздер ашып беріңіздер. Бар ма? Үлкендер? Ау. Шөбересі ғой, шөбересі ғой. Ай, бәрекелді. Әлбенің долаптың қызықтары қайырлы болсын, құтты болсын Алла. Осы келгендеріңізге бәріне рахмет айтамыз. Жолдарыңыз құтты болсын. Осындай қуанышқа жетпегендер жете берсін. Жеттіңдер ары қарай баға берсін Алла. Фаридамыз жақсы оқып, сол атасы мен әжесін, әкесін, шешесін қуантып, ағасы бар. Соған бәрін қуантып, солардың жөнлеріне, солардың жолын беріп, Алла бағадарға немеремізге. Мейірімді, қайырымды болсын өзі, оқығаны жақсы, жерлі, қайратты болсын, өнерлі болсын Фаридамыз Алла. Ең құрбысының алды болсын, тілек бірі сұрайтын болсын. Барлығы тұрған тілектері бірі қойған сол. Өлеге жақсылыққана болып, қуанышпен жүруге жазсын Фаридамыз. Фаридамыз қайда өзі? Фарида, сол саған қолыңда осындай жақсы ыңғай пятеркадар әкеп отыр, осылай бестер әкеп отыр. Әже 81-ден асып 90-ға да келіп кеттіңіз, әлі талай қызық қуаныш көріп кеттіңіз. Осы шөберелерден немене көріп кеттіңіз? 90-дан асып 100-ге де келіп кеттіңіз. Сол шөберелерге бір үйден ипотека алып беріп кеттіңіз. 100-ден асып 110-ға да келіп кеттіңіз. Сол шөберенің баласы соңғы немененің боғына тайып жығылып өліп кеттіңіз. 110 жете ма?
Жете ма? Ал бәрекелді. Нағашы әжесі. Болды үлкен жаңа қайнар. Үлкен әулеттің үлкені. Ай бәрекелді. Ал. Қызымыз Фариданың алғашқы оқу жолындағы алғашқыдан құтты болсын. Дені сау болсын, бұның үлкен азамат болсын. Не айтайын? Дулат сендерге де құтты болсын. Алла отырған келгеніне құдалар, меймандар бәріңізге рахмет айтамын. Осы біздің қуанышымызға қосылып ниғметқорларыңызға. Сіздердің үйлеріңізде той болсын, денелеріңіз сау болсын. Енді Фаридамыздың осы бітіретін оқуына келіңіздер, сол кезде кездесейік тағы. Сол биіктіктен көріне берсін. Сол қызымыз үлкен азаматшы болсын. Ал Фарида, енді жақсы оқисың ғой енді, молодец. Жақсы оқып, жақсы бітіресің. Қызыл деп болатын. Соны тілеймін. Ал жаңа несін беріңдер, подаркасын. Ал енді құрметті ағайын, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын аға. Енді сіздердің алдарыңызға осы арнайы сіздер үшін піскен жылқының етін сіздерге тарту етейік. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Қазақтың бас асы ет келеді ағайын, осы арнайы сіздер үшін пісіріп, осы той иелерінің атынан бір қабыл алыңыздар. Дастарханымызды ашып дайын отырсақ, дастарханымызды ашып қояйық. Ет дегенде бек бар ма дейді қазақ. Мінекей, қазақ өзі жалпы ет деген кезде екі қолымызды бос қойып, ештеңе тыңдамайтын халықпыз. Сондықтан 1-2 минут уақыт берейік, алып салып алыңыздар, астарың дәмді болсын, сосын ары қарай жалғастырамыз. Жақсы ма? Алып салып алыңыздар, асықпаңыздар. Жеп отырыңыздар. Сіздер үшін тағы да бір тамаша ән шырқайық. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсен, менше сүй дейді қазағым. Ал ән тыңдайық. Құлақтарың зәнді, ауыздарың дәмді болсын. Байқалмайды уақыт, бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатқан зымырап байқалмайды уақыт, бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бақытым сияқтанып айтуар келеді қияқтанып кешікпей келем деп мен тұрмын едім деумен жол жаққа қармын едім келеміз ғой қайтеміз келмегенде, қазір менің жүрегім ауырады, әншілерге шапалақ бермегенде деп отырайық. Бәрекелді, қолдап отырайық. Енді бұлай ғой, құрметті ағайын, жалпы тойдың осы қандай кештің өтуі жалпы көп айтып жатады, асабаға байланысты деп. Мен оған келіспеймін.
Сондықтан сіздер бүгінде осы әулеттің бір қызық қуанышын бөлісіп келгеннен кейін осы тойды қызықты өту үшін бір жағадан бас, бір жағынан қол шығарып атсалысып отырайық. Жақсы ма? Сіздерге де байланысты. Сондықтан атсалысып отырайық, көңілді отырайық. Ал, ішіп жеп отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Енді жаңағы әжеміз шөбересіне ақша беріп жатыр. Мына баяғыда немересіне бір апамыз айтады дейді. Әй балам, сен мектепте кілем бес алсаң, әрбір бесіңе 1000 теңгеден беріп отырам деген ғой. Сонда жаңағы бала күнде бес әкеледі екен де. Сөйтіп жаңа апамыздың пенсиясы таусылған ғой. Жаңағы бере беріп. Сөйтіп әжеміз айтады дейді. Әй балам бергеш, что-то менің ақшам жетпей жатыр сенің бестеріңе. Может азайтайық? Мен 500 теңгеден берейін деген ғой. Сонда бала айтады, жоқ апа болмайды. Біз итак мұғаліммен 50 на 50 отырмыз деп айтады. Сол сияқты небір қызықтар болып жатады ғой. Құрт ұстайды екен жаңағы. Сөйтіп жаңа коньяк пен арақтың ішіне құрт өліп қалады да, судың ішіне құрт өлмей қалған ғой. Сонда балалар бұдан не тәрбие көріп тұрсыңдар десе, жаңа бір бала айтады дейді. Арақ ішкен адамның ішінде құрт болмайды екен ғой. Сол сияқты. Енді бірінші классқа келіп, балалар жаңағы мұғаліммен танысып жатыр дейді. Мұғалім айтады дейді. Әй балалар, мына мектепте кім жақсы 5 пен 4-ке бітіреді, сол жұмаққа барады. Кім 3 пен 2-ке бітіреді, сол тозаққа барады деген ғой. Сонда бір бала орнынан атып тұрып айтады дейді. Апай, мына мектептен тірі шығуға бола ма деді. Енді бала тілі бал дейміз ғой. Осы немерелеріміз аман болсын. Апа, жасай беріңіз. Алла қуат берсін сіздерге. Енді тағы да бір тамаша тілек кезек берейік. Бүгінде осы әулеттің яғни Фариданың ата әжелері бар екен. Сол ата әжелерімізге тілек кезегін беріп қойсақ. Нағашы атасы бар ма? Нағашы атасы мен әжесі, өз атасы мен әжесі. Осы екі құда-құдағилар бір-бірлеріңізді ортаға шығасыздар ма? Ай бәрекелді, бір қошемет тұрып қойыңыздар. Ал келіңіздер ортаға шығасыздар. Ал, кімнен бастаймыз? Ал, өзіңіз. Амансыздар ма, туған туыстар. Мен бүгінгі енді мерекемізді тойлап жатқандар келіңіз рахмет келгендеріңіз. Фарид үшеуміз үлкен азамат, жақсы оқып, 4 пен 5 пен ғана бізді қуантып отырсын. Енді былай тойдан тойға қосыла берсін, бітіргеніне тойымыз жалғаса берсін. Дастархан басында бәрін тілейтін денсаулық, аспандарыңыз ашық болсын. Жұмыстарыңыз жемісті болып, ойын күлкімен ғана кездесіп бересін. Барлықтарын тілейтін мен осындай кішкентайлар азамат болып өсетін. Бәрімізге қызық болып өсін енді, осы қызықтан айырмасын. Құдағи, Дулат, Альбина, туысқандар, бәршамыз бүгін жиналып қалдық. Тұңғышымыз Альбина бірінші сынып қадам жасап жатыр. Қадамы 10-нан болсын, ақ болсын, жақсы оқысын. Енді 4-те жақсы баға, 5-те жақсы баға, солардан көбірек әкеліп отырсын. Ағасы сияқты қызыл дипломға бітіріп, үлкен вуздың табалдырығын аттасын. Бір жақсы мамандықтың иесі болсын. Өмірінде қойған арман тілектері орындала берсін. Жуырда ғана үйде болған кезде айтқан болатын. Енді қашан тойым болады деп. Сол сияқты мен тосып алдық. Бүгін тойы да болып жатыр. Сенің тойыңа келдік міне. Аз да болсын кішігірім, сен жақсы үздік оқысын деп. Біз жақсы енді өзіңнің арманың ең бірінші тілегіңді алып келдік. Сыйлығымызды тарту етейік, смартфон. Смарт жасай керек деп сұраған ана не. Біздің енді екінші сағатымыз бар, ол екінші қызы, ол да қалыспайды. Сағат сыйлайды деп жатыр. Маған да
екеуі келеді ғой олар бәрібір деп айтады. Сол қазір екінші сағатымызды алып келейік. деймін әжесі енді қуаныштан көзіне жас алып жатыр ғой, қуаныштан болсын құрметті ағайын. Мыналарды ұзатқан кезде не боламыз десейші, ойбай. Соған жетейік құрметті ағайын. Мыналарды ұзатқан кезде әжеміз бата беріңіз сіз, Алла қаласа. Қазір нешеде ойбай, ол көз 100-ден асып кетеді екенсіз ғой. Жақсы жасай беріңіздер. Ай, бәрекелді, қол соғып қояйық. Ал, құтты болсын. Ал, атасы өзіңіз. Міне, құрметті қонақтар, осы жинап отыр дегеніміз, немереміз Айдан мектепке беру. Құлас сізге құтты болсын. Мектепте олат болсын, дені сау болсын, әрі тілектерінде сау болсын. Онда үлкен онды бітірген, жоғары білімге оққандарын көре берейік, соған жақсын. Құрметті қонақтар, құдағайлар, қайын аға, абысын, апа, қайнапа, өлапа дегендей баламның достары, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Осы кішкене тойымыз, Фаридашымыздың тұңғыш немереміз, қыз болса да, әйтеуір немереміз, қыз болсын, ұл болсын бөлмейді ғой қазақ деген. Қыз да болады, ұл да болады. Осы той бір міндетіміз ғой енді. Осы бірінші немереміздің қадамы құтты болсын, мектепке бару қадамы. Өмірі ұзақ болсын. Балаларым бақытты болсын бәрі. Сіздерге де рахмет осылай сыйлап келгендеріңізге. Құдағайлар, сіздерге де үлкен әжесі, біздерде де дәу әжеміз келе алмай қалды. Келемін деген еді, ауырып қалды кішкене. Келе алмай қалды дәу әжесі. Екінші дәу әжесі келді, соған да қуанып жатырмын. Рахмет сіздерге. Қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Барша болсаға да біздікіндей той бола берсін, сіздерге де жұғысты болсын. Қамын болсын. Аман болыңыздар. Рахмет, келіңіздер. Дастархан төріне жайғасайық. Ал енді құрметті ағайын, осы атасы мен әжесінің ақ тілегінің құрметіне алдарыңыздағы дәм суларыңызды көтеріп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі тойға ең бірінші келген қонақ бар ма? Ең бірінші келген қонақ. Ең бірінші келген бар, апамыз ба? Апамызды бір қол соғып қойыңыздаршы. Ай, бәрекелді. Мына апамыздан үлгі алайық. Аман болыңыз, апа. Енді осы тойға алыстан келген қонақ бар. Астана. Жоқ, алыс емес, біз жақынбыз. Жоқ, ең мына жол бойынша алыс. Астана ма? Құдалар? Сіздер қай жақтікі? Павлодар. Павлодардан Астана алыс қой. Жақсы, мінеге Астанадан ойлаңыздар, сонау Астанадан бір табақ ет жеу үшін келген ғой. Бәрекелді. Құтты болсын, әрине көңіл үшін келіп жатыр. Енді құрметті ағайын, кезінде қашып кеткен жеңгелеріміз бар ма? Алып қашып кеткен. Өздеріңіз ғой, бәрекелді. Бақытсыздар ғой қазір. Мына мен айтамын да, негізі бұл кісілердің нағыз махаббат бұл кісілерде болған кезінде. Мысалы ағаларымыз. Мына кісі қашып келген. Қай кісі? Ой. Сіз немен алып қашты? Сіз немен алып қашты? Ой. Өзіңізге бағасыз ба не? Ай, бәрекелді. Ал, сіз немен алып қашты? Не помню. Мына енді, баяғыда бір әжеміздің үйіне немересі барған ғой. Сонда жаңағы немересі әжемізге айтады дейді. Әже, осы сіздерді қарап жүрмін. Бір-бірлеріңізді атаммен әжеміз жаңа бір-бірлеріңізді қалай сыйлайсыздар. Не деген керемет. Үйдегі папам, мама күн тұрсады. Оның сыры неде деп сұрайды ғой.
Сонда жаңағы әжеміз айтады дейді, мені алып қашқан кезінде аталарың түйемен алып қашқан. Сөйтіп түйеге мінгесіп келе жатқан нағыз махаббат осы үлкендерде деп ойлаймын. Мысалы ағаларымыз кезінде әскерге бардыңыздар ғой барлықтарыңыз. Ол кезде 3 жыл служить еткен ағаларымыз бар ма? Жоқ па? 2 жыл ол кезде. Сіздер 2 жыл, енді оған дейін 3 жыл болды ғой. 3 жыл еще за граница кеттіңіздер, шет елде служить ет. Сол кезде ойлаймын да, ауылда жаңағы жігіт қызбен жүріп әскерге шақырғаннан кейін қызға айтады, мен әскерге кетіп барам, 3 жыл болам, 3 жылдан кейін келем, екеуміз үйленеміз дейді. Соны жаңағы байқұс қыз 3 жыл бойы байқұс жаңағы үйде күтеді, жаңағы жігітті келеді, үйленеді. Одан кейін 3 жылға шыдамағаннан кейін 2 жылға қысқартты әскерді. 2 жылға шыдамағаннан кейін 1 жылға қысқартты. Сөйтіп жаңа қазір 40 күн деген шығыпты. Сондықтан мінекей нағыз махаббат шынымен де осы үлкендерімізді құрметті ағайын. Енді қазір сіздерге сұрақ қойып отырайын. Осы той иелерінен тамаша сыйлықтарымыз бар. Сол сыйлықтарды тарата отырайық. Жақсы ма? Ал негізі бүгінгі тойда жаңағы ең жақсы осы ойынға, ең жақсы ән айтып, жақсы көңілді отырған қонаққа жаңағы дулат өз айтты маған. Осы Екібастұз қаласынан 2 бөлмелі пәтер деді. 1 суткаға. Екінші орынға 2 бөлмелі пәтер хозяйкасымен деді. Сондықтан қатысып отырайық. Енді сұрақ қойып отырайын. Жалпы гаишник қандай машинаны тоқтатпайды? Гаишник. Ау? Скорый помощь. Ойбай, апамыз. Дұрыс айттыңыз ғой. Скорый помощь. Жақсы. Енді екінші сұрақ. Әжелеріміз өздерін қай кезде қыз санайды? Әжелеріміз. Айтыңыз. 4 күніне барғанда. Дұрыс. Бірақ мен сізге екінші сұрақ қоям, соған жауап берсеңіз ғана сыйлық аласыз. Жақсы, өмірде не қиын? Өмірде не қиын? Білетіндер бар ма? Жақсы, өмірде банядан кейін гамаж кию қиын екен. Рахмет. Мінекей патшаға аузын жап деп кім айта алады? Бала. Ау? Жоқ, дұрыс емес. Кім айта алады патшаға аузын жап? Стоматолог дейді, бәрекелді, дұрыс айттыңыз. Стоматолог. Саған екінші сұрақ қоям, екінші сұрақ жауап берсең сыйлық берем. Жақсы ма? Әйелдер қай айда аз сөйлейді? Еще дұрыс. Рахмет, февральда дейді, бәрекелді. Рахмет. Жақсы. Келесі сұрақ. Ұрған сайын мәз боласың дейді. Ұрған сайын мәз боласың. Өзіңді ұрған сайын мәз боласың. Ол не? Ау? Жоқ. Сыпырғышпен баняда, бәрекелді, дұрыс айтады. Енді келесі сұрақ, сізге сұрақ қояйық. Құлақтан кіріп бойдалар, ол не? Жоқ. Құлақтан кіріп бойдалар. Құлақ, ау? Жоқ. Жақын кешатсыз негізі. Жоқ. Жақсы, білмейсіз бе? Жоқ, құлақтан кіріп бойдалар, наушник. Бәрекелді. Ал келесі сұрақ. Алдынан қарасан Иван, артынан қарасан диван. Ол не? Алдынан қарасан Иван, артынан қарасан диван. Диван, дұрыс айтасың. Иван, диванда отырасың. Сен, міне, енді шансың бар сенің. Екінші сұрақ қойшы саған. Так, саған қандай сұрақ қойсам? Жақсы. Әйелдерден басқа. Ау? Әйелдерден басқа. Басқа. Жақсы, өзіңе байлан сұрақ қойын онда. Терминаторды кім сүндеттеді? Кім? Сварщик, бәрекелді. Жарайды, берейші осы жолы, міне. Бәрекелді. Тағы сұрақ қояйық. Тағы соңғы сұрақ.
жұма күні ұшпайтын құс қандай құс? Ау? Четверг күні ұйықтаған құс. Андай болады ғой бір. Наконец-то мен жауап бердім. Жақсы. Жақсы, саған сұрақ қойайын, екінші сұрақ. Соған дұрыс жауап берсем мынаны аласың. Жақсы ма? Дүниеде екі түрлі крокодил бар. Қолтырауын. Сол қандай? Өлген түрі жоқ, дұрыс емес. Екі түрлі крокодил. Өзі екі ақ түрі бар. Ау? Ақ жасыл дейді. Жоқ. Білмейсің ба? Ұрғашы мен еркек қой. Рахмет, бәрекелді. Тағы сұрақ қойын. Қазақ тілінде неше септік бар? Кім айтты? Жетеуде. Жоқ, дұрыс емес. Жоқ, жетеу емес, қазір кезде 8 септик. Антисептик. Дұрыс айтады. Бәрекелді, 8-ші антисептик екен. Бәрекелді. Ағаш қайда өседі? Орманда. Жоқ, тауда. Тауда. Алматыда өседі, Алматыда өседі екен ағаш. Рахмет, берейші. Рахмет. Бәрекелді, осындай тамаша сұрақтар жауап беріп отырған аға жеңгелерімізге үлкен рахмет. Енді жаңағы әжелеріміз тамаша ақ тілегін білдіріп жатыр. Мынау басынан ақ орамалын тастамаған, Алласыз іс қылмаған, сүйікті кітабы Құран болған, кешегі домалағана осындай әжелеріміз сияқты бір әулеттің түтінін түтіп, сол әулеттің тілеуін тілеп отыратын осы әжелеріміздің жолын осы болашақ келіндеріңізге берсін деп тілейік. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Мына сіздердің табандарыңыздың астында жұмақтың кілті бар. Осы соларды бір осы кішкентай өсіп келе жатқан балаларымызға тастап кетіңіз. Енді құрметті ағайын, астан алып отырыңыздар, дәмнен алып отырыңыздар. Біз сіздер үшін тағы да бір ән шырқайық. Қабыл алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге тағы да жаңағы алдарыңызда тамаша ән салған Алтай ұлдарыңызды орта қалайық. Тағы да бүгін жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегіммен деп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың аңсатты, күйбен тірліктің дүрбен шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақтан. Ақылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Тынысымда шам, тіреймін елге маңдайда. Ел жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақтан. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаным сүйенген шарбаққа. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Келіңіздер. Оу. Мына енді жаңағы Алтай сияқты ұлдарыңыз бір тойда ән айтып жатса, жаңағы той иесі бір магазин ұстайтын жеңгеміз болған ғой. Сонда жаңағы барлық ортаға шығып билеп жатыр дейді да, бірақ бір жеңгеміз билемей отыр дейді. Жаңа той иесі барып сұрайды екен, сен барлығы билеп жатыр, сен неге билемейсің десе, кетсең қазір ортаға шыққанда қарызын сұрайсың деп айтады. Сол сияқты енді жаңа құдаларымыз
құдалар тамаша тілектерін білдіріп жатыр ғой. Баяғыда осы Павлодар қаласында. Кім Павлодардікі жаңа кім? Сіздер ме Павлодар? Павлодар деген гостиницаны білесіздер ғой. Соның 10-шы этажында ресторан бар. Сонда жаңа той басқарып тұрсам, бір құдалар тілек айтты. Құдаларға айттым, бір әндеріңіз бар ма, ән айтыңыздар десем, жаңағы бір құда айтады, мен ән айтам негізі, бірақ фортепиано бар ма дейді, жаңа пианино. Содан жаңағы мен айттым, домбыра бар, баян бар, бірақ фортепиано жоқ екен деп. Содан жаңағы тойға жүгіріп көп маған айтады, енді бірдеме қылып тауып берейік, құда ғой. Құда болсаң шыда, енді бірдеме қылып тауып берейік. Сөйтсем жаңа іздестіреге бірінші этажда фортепиано бар екен. Соның бірінші этаждан ай бәрекелді. Ал келіңіз. Бірінші этаждан жаңа фортепианоны зорға 10-шы этажға дейін жаңа жігіттер жіберіп көтерткізіп, жаңағы жеткізіп әйтеуір құданы шақырып, ал құда ән айтыңыз десем, мен ойнау білмеймін, мен ұсталып тұрып айтайын деген ойдаймын. Сол сияқты енді құда болсаң шыда деп, бүгінде осы құдалықтарыңыз мәңгілік болсын, осы екі баланың қызық қуанышын жаңа қызықтай беріңіздер. Ал енді бүгінде тағы да бір тамаша ақ тілек тізгіні апа жеңгелеріміз деп жазыпты. Сол кісілерге апа жезделері бар ма? Той иелері қайда? Апа жеңгелері, жезделері. Аттарыңызды жазбапты енді. Мына жерге жай ғана апа жезделері. Қадамдарыңыз құтты болсын. Осындай жақсылықпен басымыз қауышып жатыр екен. Бауырым Ахиет, сендерге балаларың мектепке бару қадам құтты болсын. Мен өзім таныстырып кетейін. Осылардың атасы Базарбайғаның қарындасы болады. Біздер көп ағайындымыз. Ол енді атасына айтсам, атасы өте құрметті кісі болған. Балима Мұсақыздан директор болған, үлкен қызметтер істеген. Сол айтақ шынында Пәлидажан сағанда осындай атаңдай үлкен азамат болып, халыққа қалаулы елге азамат бар. Қазақстанның мен деген кірпішін қалайтын үлкен қыз бала өсе бар. Ойдағы мұраттары келген бауырларым, құлақтар қадамдарымыз құтты болсын. Әрқашанда осылай жақсылықта жүздесіп жүре беріңіздер. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, құда-құдағилар. Әне бүгін әніміздің немересінің алғашқы қадам екен, мектепке бару қадамы құтты болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы азаматша болсын. Әлиядай мәншікті батыр болып өссін, дені сау болсын, атасы анасына адал қызмет етсін. Бұдан кейін тойларда да осы отырған адамдардың бәріне тілейтінім Алла тағала тойда қауыштырып, бір-бірімен аман сау кездестіре берсін. Қонақтар, осы той істеп жатқан құдаларыңыздың мамасының туған бөлесімін. Апамыз кеше Астанаға көшіп кетті. Мына балдары той жасалады, тойларыңыз той қыласын. Мектепке барған баланың қадамы құтты болсын, атасы мен әжесінің қуанышы болсын, халықтың азаматы болып өсе берсін. Ай, бәрі келді. Ай, деді, мен беріп жіберейін. Кімге? Маған жоқ па, апа? Іштемін. Ал. Болдық па? Атам, әже, қабыл болсын, жасай беріңіздер. Баяғыда бір атамыз бен әжеміз шай ішіп өткен ғой. Сонда жаңа атамыз апамыздың басынан қасықпен бір ұрыпты. Сонда жаңа апамыз ренжіп жатыр дейді. Жын салды ма, не болды саған деп. Сенің қыз кезіндегі әлдеқандай болып жүрген есіме түссе деймін, ерім істеп қойды. Сол сияқты енді аталарым. Күлсең кәріге күл дейді ғой, жасын берсін дейді. Мына баяғыда бір әжеміз немересін ұйықтатып жатыр дейді. Болды, ұйықтасайшы, Құдай-ау, не сұмдық мынау, ұйықтасайшы деп ұйықтатып жатса немересі айтады дейді әжемізге. Осы сіз постоянно Құдай-ау дейсіз, осы Құдай деген кім деп. Сосын әжеміз айтады, ол 18 ғаламды жаратушы, оны сен әлі түсіне жатарсың өскенде. Болды, оттама ұйықта деп ұйықтатып кеткен ғой. Сонда таңертең азанда жаңағы немересі жүгіріп барып апамызға айтады дейді. Апа, мен түнде Құдайды көрдім ғой деп. Ойбай, оны қайдан көріп жүрсің десе, жаңа сіз мені жатқан кезде атамыз кешіп кеп бүйіріңізден түртіп еді, Құдай-ау, келдің ба деп айттыңыз ғой деп айтады. Атамыз әжемізге айтыпты, баланың тұрмыс жағдайын көріп келейік,
бір қалағаттанайын, мынау жаңа пәтер алды, соны көріп білейін деп жаңа қалағаттанады ғой. Енді көптен көрмеген, көптен бармаған жаңа атамыз қалаға келеді, вокзалға келіп ұлына звондайды. Мен алып кет, мен осы вокзалда тұрдым деп. Ол айтады, мен қазір жұмыстамын, қолым тимей жатыр, такси ұстап, осындай адресқа бара беріңіз, келін күтіп алады деген ғой. Жаңағы сөйтіп жаңа атамыз такси ұстап, жаңа адресқа келіп, енді жаңағы подъездге кіріп бара жатса, жаңа городская бір апамыз, жаңа атамыз жаңа лифтті көрмеген ғой. Жаңа городская апамыз лифттің кнопкасын басады, ішіне кіріп кетеді. Соны жаңа атамыз таңғалып тұр дейді, мына жымға шейдема қайда кіріп кетті деп. Соны жаңа таңғалып тұрса, апамыз жаңағы лифтпен үстіне көтеріліп, үстінен шығып, үстінен бір жап-жас қыз лифтқа кіріп, жаңа бірінші этаждан қайтадан атамыздың алдынан лифттен атып шығады ғой. Атамыздың аузы ашылып қапты дейді. Мынау жаңа кемпір болып кірді. Жап-жас қыз болып шықты. Үйдегі кемпірді алып келіп бір тығып алатын деп айтады. Сол сияқты үлкендерімізде неше түрлі қызықтар болып жатады ғой. Баяғыда енді ұлы сөзде ұяттық жоқ дейді. Мына соғысқа қатысқан атамызбен осындай мектепте кездесу болып жатқан ғой. Балаларға таныстырып жатыр. Төс белгілерді бұлай тізіп алған. Мынаны Берлинде шайқаста берген, мынаны ана жерде шайқаста берген деп мақтанып жатса, бір бала жаңа ордендардың ішінен көп балалы аналарға беретін төс белгіні көріп қойыпты да, мынау атам, мынау сіздікі емес, мынау апанікі ғой десе, жаңа атамызда бір саспай жаңа төс белгі қарап тұрып айтады, шіркін, бұл шында талай шайқас болған ғой деп. Сол сияқты ол сөзде ұяттық жоқ, үбірлі шүбірлі болыңыздар, аман болыңыздар. Енді бір тағы да тамаша ән шырқап отырайық, қабылдаңыздар. Негізі бізде ән бітті уже. Енді сіздер айтасыздар. Енді сіздердің өздерінің араларыңыздан бір әншілеріңіз болса, апаларымыз ән айтатын болса, өздеріңіз енді көңіл ғой. Той болғаннан кейін өздеріңіз бір емін еркін бір ән шырқап, бұл әндеріңіз бар ма? Апаларымыз, ән бар ма? Ән айтпау үшін билейсіз ба? Жақсы. Ән айтпай ма ешкім жетпей отырсыздар ма әлі? Әнге. Ай, бәрекелді, астарыңыз дәмді болсын. Дәмден алып отырыңыздар. Ендеше біз шырқайық, содан кейін барлығымыз қазір. Мен сіздерге бастап берем. Сіздер қостасаңыздар болды. Жақсы ма? Ал кеттік ал. Қатырық. Еріп келеді. Тоқтаңыз, сұлуы су іздеген. Танысқым келеді менің сізбен. Сатыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрынғы сен. Жақсы, жақсы. Ал келесі. Ay, bәрекелді, қол соғып қояйық. Тағы да, кеттік ал. Жаз күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Ал, тағы бір соңғы рет көрейік. Арман едің, жұлдыздай жанған едің, жүректің болған едің. Апамыз молодец. Өзің жаным, жетелеп алған едің, бұратын жыл бар еді. Наследті кімге береміз енді? Үлкендеріміз бар ма? Құдалар жаққа? Ал, кім бар? Ал. Ал, өзіңізге тілек кезегін берейік. Кімдер бар? Ал. Құрметті ағайын туысқандар, сыйлықлар.
Бүгінгі енді той бәрімізге бірдей. Фариданың бірінші классқа барар адамы құтты болсын, денсаулығы зор болсын, сіздерді бәрімізді бізді тек қуаныштан қуанышқа жеткізе берсін. Оқу жақсы болып, осылай артындағы інілері, сіңілдері бәрі бірге солай өсіп, аман сау болып, сіздерді тек қуанта берсін. Бәріміздің осылай тойымыз құтты болсын. Бәріне де денсаулық өте зор тілеймін. Жақсы ойындар. Фаридан шақырады. Рахмет. Фарида текке беріп жатсыздар. Бұл Фарида мама салып жатыр ана жақтан. Папа салмаса болды. Мама салып жатыр дейді. Папа салып. Жалғастыр тағы бір қостап жіберейік тілекті. Кім бар? Нұрик. Құдағидар. Міне бүгін Фаридан ойылып отырмын енді бірінші классқа барады. Осылай. Жаңа атасы айтты ғой, атасы жақсы оқысын. 5-те 4-ке. Біз сияқтымыз атасы жақсы оқыды. Бізге тапқа қойсын. Осылай бәріміз бас аман болсын, осылай ойын күлкімен кездесіп, осылай жақсылықпен ата-анамыз қасымызда жүре берсін, осылай ойын күлкімен. Осылай ойын жақсылықтан осылай дейсек. Туған туысқандар бәрі, қонақтар, Дулат Альбина, қыздың, кішкентай қыздың оқуға барғаны құтты болсын, дені сау болсын, үлкен азамат болсын, бар тілеген қойған мақсаты орындалсын, ең бақытты қыз болсын, артынан кішкентайлар бәрі еревесін, бәріне денсаулық, жақсылық, үйшіміз қайырлы болсын. Бәрін құттықтаймын. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Фарида кел. Мен қасымда жүрші өзі. Күшті екен. Мына жақтан. Тамадаға деп болмайды. Мектепке бару керек. Болмайды. Мына қыз. Бәрекелді. Ой жерген. Ана жақта әже. Мамасы емес, әжесі жинамыз ана жақта. Еще ана жақта жүр. Бақ. Ай бәрекелді. Мына баяғыда енді мына ағаларымыз бен жеңгелеріміз, енді ағаларымыз кішкене тойға барғанда 100 грамдатады ғой. Енді көбінесе жеңгелеріміз түртіп отырады ағаларымызды. Баяғыда бір ағамыз солай тойдан қайтқан кезде сау қайтпайды екен да. Сосын бір жеңгеміз үйде ренжіпті. Әй айналайын, осы жолы бір сен тойға барған дұрыс қайтшы. Сен өзі соңын білмей кетесің, үйге келгенде сау қайтпайсың. Былай істейік, сен норма болған кезде мен сенің нәскиіңді шешіп алып отырам. Сол кезде тоқтай қой деген ғой. Жаңағы ағамыз бір тойға келеді, жаңа ішіп отырады, норма болған кезде жаңа жеңгеміз ақырын нәскиін шешіп ала қояды. Сол кезде ағамыз тоқтай қояды да үйге кетіп қалады екен. Сөйтіп бір барады, 2 барады, 3 барады. Bir gün дос той шақырған ғой. Мен досына барғаннан кейін жаңағы ағамыз көңіл күйі жоғары жаңағындай басып жатыр дейді. Жаңа норма болған кезде жеңгеміз ақырын нәскиін шешемін, былай шешемін дейді, былай шешілмейді дейді ана нәски. Былай тартады, шешілмейді. Үйтіп жаңағы ағамыз жаңа до конца жаңа нормальный болып қалған ғой. Үйге келгеннен кейін жаңа әйел ұрсып жатыр дейді. Ей сен не киіп алғансың десе, мен сенің колготкаңды киіп алғанмын деп айтады. Сол сияқты да жаңағындай бір жеңгеміз жаңағындай ағамызға айтқан ғой, сен жаңағы мен саған зима деген кезде тоқтай қой деген ғой. Жаңағы ағамыз жаңағындай норма болғанда зима дейді, тоқтай қояды. Жаңағындай бір досының үйіне жаңағы тағы да осылай ішіп отырса зима дейді, бір кезде ағамыз тұрып айтады, орбит деп айтады. Соны түсінбейді. До конца жаңағы нормальный болып қалған үйге қайтып, ей сен орбитің не десең, шайнама деген сөз ғой деп айтады. Сол сияқты енді қызықтар болады.
мына баяғыда осылай енді құдаларымыз отыр ғой. Осы Павлодар қаласында бір баласы әкесіне келіп айтып жатыр еді, әке үйленіп, құдалар Атыраудікі деп жаңа. Сосын жаңа Павлодардағы әкесімен де ұрысып жатыр еді, Атыраудан сонау жақтан қайдан тауып алып жүрсің, жақын маңайдан таппадың ба, ертең келіп кету, қатынасу бәрі қиын болады деп жаңа ұрысып, әйтеуір көніп құдаға звондайды дейді. Құда, міне 2 жастың арқасында міне тойды белгіледік. Осындай уақытта келесіздер, неше адам келесіздер деген ғой. Жаңа Атыраудағы құда айтады дейді, бірден 80 адам деп. Жаңа телефонды қоясымен жаңа ұлына ұрысып жатыр дейді. 80 адам не сұмдық, мынау масқара. Бұны қайда жатқызамыз? Қайда қыдыртамыз? Мына 80 адамды күту оңай емес қой деп. Әйтеуір көніп, жаңа аэропортта күтіп тұрса, 80 адам емес, жаңа 40 адам ғана келіпті. Жаңа әкесі мәз болып кеткен ғой, енді 40 адамды күту оңай деп. Сөйтіп жаңа той өтіп, той өткеннен кейін бір күн қалып, жаңа құдаларды күтіп, ен шығарып салайын деп соса, жаңа Атыраудағы құда айтады, мен жаңа Павлодар қаласын дұрыстап көріп кеткен жоқпын, бір күн қалсақ қайтеді деп. Сосын жаңа бір күн қалып, ойбай-ау Павлодарды көрсетіп, енді құтыламыз ғой деп жаңа аэропортқа енді апарып жатса, құда, мен мына естіп жатырмын, сіздер жақта Баянауыл деген жер бар екен ғой. Табиғаты керемет, сол жақта бір көріп қайтайық, енді қашан келерімізді Құдай біледі деп. Жарайды, соны көніп, енді жаңа Баянауылға апарып қыдыртып, бір күн бойы қыдыртып, жаңа тағы да шығарып салайын деп жатса, тағы да Құдай айтады, әй құда деп шошып кетті енді әкеміз. Тағы да қалайын деп жатыр ма деп. Сөйтіп жаңа Атыраудағы құдасы айтады дейді, мен ұмытып кеттім, тойда есіміз шығып, мына 40 адамның бәрі 100 000 доллардан алып келіп едік тойға сыйлық деп, мына сізге берейік деп жаңа ақша ұстатқан ғой. Жаңа әкеміз мәз болғаннан айтады дейді, қалған 40 қашан көшеді деп. Енді құда болса шыда деп жатады, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, жасай беріңіздер. Болса аман жүріңіздер ең бастысы. Енді құрметті ағайын, бір тағы да ән шырқайтындар жоқ па? Бір ән шырқап отырайықшы. Бір кішкене көңіл болсын, ешкім сынамайды ғой сіздерді, конкурс емес бұл жерде. Біреулеріңіз бассаңыздар, сосын қостап отырайық. Енді қызық болсын. Енді домбырамен айтайық, енді кішкене тамағым келіңкіремей тұр, айып етпейсіздер. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Әйел емес, аяғыз әйел, комбырады жем. Қазындар. Жетегін серіп жалғанын, қалаға жедел жетіппіз. Артынан жүріп арманның, ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспанның, араласам да жер-жерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендердей. Арайын төгіп аспанның, араласам да жер-жерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендердей. Түнейтін көлдің бетіне, құрдастарымды сағындым. Түнейтін соның шетіне, құрдастарымды сағындым. Жусаны жұпар ауылмен, көшенің шаңын сағындым. Ағайын туыс бауырмен, анамның шайын сағындым. Жусаны жұпар ауылмен, көшенің шаңын сағындым. Ағайын туыс бауырмен, анамның шайын сағындым. Әнімнің биін тапқандай, қамысын гүлдің сағындым. Шын берген ақын айтқандай, дауысын төлдің сағындым. Ауылдан көшен көш керуен, қалада үрлі өспейді. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан көшен
көшкерген, қалада өрлеп өсмейді. Ауылдан адам көшкермен, адамнан ауыл өшпейді. Ауылдан адам көшкермен, адамнан ауыл өшпейді. Деревня с человека не уходит деп. Рахмет, шынымен де қайда жүрсек те енді бүйіріміз ауыл деп тұрады. Сондықтан осы ауыл ел, туған жеріміз аман болсын. Мына баяғыда бір атамыз бір ауылда зираттардың қасында тұрған ғой. Сонда бір ағамыз келіп сұрайды, ата осы қалай қорықпайсыз, бірыңғай зират қасыңызда деп. Оның несі қорқам, бәрі өзіміздің ауылдың азаматтары емес пе деп айтады. Сол сияқты енді құрметті ағай. Енді баяғыда Мадина Садуакасова әнші бар емес пе? Соны бір түрмеге ән айтасын деп алып барған ғой. Енді жаңағы сахнаға атпыса кілең тақырбастар отыр дейді, шошып кеткен ғой енді. Сасқаннан не айтарын білмей, Қызылордадан бар ма деп үшеуі қолын көтеріп, неге азбыз деп айтады дейді. Сол сияқты. Сол сияқты құрметтері небір қызықтар болып жатады. Ай бәрекелді. Ал енді тағы бар ма тілек айтатындар? Ал сіз өзіңіз. Сіз қай жақтықсыз? Ошақ тұрасыз ба? Бәсе тұрыңыз ғой. Бір жерден көрген сияқты. Не іздедіңіз? Келдім. Осы кісі. Тамада оламарын айтып жатыр ғой. Рахмет. Өнерің өрбесін, биікте көріне бер. Ассаламалейкум. Қадірменді алыстан жақыннан келген қонақтар, құрметті құдалар, құдағилар, ағалар, туыстар, туғандар, бауырлар, апаларым, жезделерім бәрінің қадамдарына нұр жаусын. Рахмет осындай біздің қуанышымызға келіп ортақтасып отқандарыңызға. Сіздерде де той болсын, бізде сіздерде қызмет қылайық. Келінім, әділет, балам Дулат, келін Альбина, бәріміздің қызымыз Бариданың тілашу той екен. Қадамы құтты болсын. Мектепке тарыдай кіріп, таудай болып шығып білім алып, мен деген оқудың алды бітіріп, бұл дипломмен бітіріп, не только атасының әжесінің емес, халқының, елінің қалаулы азаматшасы болып өссін. Әрқашанда үлкен азамат болуына, сол мектепті бітіруіне, жоғарғы оқу түсуіне де осындай осы отырған кісілер, бәрі кісілер емес. Сол кезде бір бас қосып тағы да бір дидарласып, Алланың берген жасын жасап, ойнап күліп той тойлап, 5 күндік сыйластықта салам алейкуммен өтейік. Тойларыңыз той болсын, тағы бір мәрте. Мына кішкене сыйлығымыз бар еді, оны Әлиасқановтар әулетінен мына ініміз тапсырады. Тапсырсайшы. Тамада ертелі кеп алмаса мен кетіп қалатын өстіп сөйлеп біте беремін. Жұмыссыз қалып қоймаңыз енді. Өзіңіз бастап кетсеңіз рахмет. Рахмет, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Бәрекелді. Мына енді тойларда қанша қарап жүрмін, еркек байқұс айтары жұмыс істеп, ақшаны табады да, бірақ тойда осы подарканы еркектерге бермейді деймін да. Мысалы бірыңғай әйел адамға береді. Ал бәрекелді, қалсындай. Тағы бар ма? Құрметті қонақтар, міне бүгін қызымыз Фариданың нашар тойына жиналып отыр екенбіз. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Фариданың алғашқы қадамы құтты болсын. Дені сау болсын. Үздік бағалар алып, әке-шешесінің, ата-әжесін қуантып жүре берсін. Әрқашан той болсын. Осында жиналып қалған қауымдар, енді бәрі жақын кісі. Енді бірінші айтайын деген қайным, Дулат, Альбина, мінекей немереміз, барлығымыздың немереміз ғой енді. Фарида енді мектепке барам деп қадамын басып жатыр. Сол қызымыздың дені сау болып, әрқашанда сол Фарида мектепсіз ғой. Фарида сол мектепте жақсы оқы, апайларды тыңда, папаң мен мамаңна қуантып күнде сумканы толтырып 5 тәк кеп тұр. Біздер де қуанып, сенің грамоталарыңды көріп, қуанып, мақтанып жүрейік.
үлкен белестерге міне шығайынып тұрсын. Сол біздің қуанышымыз бол, мақтанышымыз бол, үлкен әдемі қыз бол өсіп жарай ма? Әбеке, тосын Фариданың қарды қайда болып шықсын, соның қазір бескет болсын, сау болсын, сендерді қуанта берсін.